Тоқты, осы біздің өмірдің мәні не? Өмірдің мәні дейсің бе? Ол жөнінде философтар әртүрлі пікір айтқан. Мысалы, Аристотель адам қоғам үшін өмір сүру керек десе, Сократтың пайымдауынша... Болды. Осы жерден тоқтай салшы, тоқты. Сенен бір нәрсе сұраса, философия, этика, эстетика деп түсінбейтін нәрселерді айтып кетесің. Жұрттың бәрі сен сияқты кітап оқып, сурет салып өлең жазбайды ғой. Қарапайым сөздермен айтшы. Жарайды, Серке. Айтпағым, адам өмірде тек өзіне ғана емес, өзгеге де пайда тигізу керек. Сонда ғана өмірдің мәні ашылады. Солай ма? Олай болса, мен өзгеге не пайда келдім екен? Мысалы, ата мен әженің мен сияқты сымбатты, ақылды серкесі бар деген атқа лайықты болып жүрмін. Демек, менің де өзгеге пайдам тиіп жүр деген сөз. Ол да дұрыс шығар. Алайда, өзгеге пайданы іспен көрсеткен жақсы. Сонда маған не істе дейсің? Жер жыртып егін егейін бе? Әлде космосқа шайын ба? Білмеймін, Серке. Ой, кемпір, қайдасың? Қазір. Үйдемін ғой, шалау. Айран үйтіп жатырмын. Өзің кешіктің ғой. Базардан бидай әкелдім. Тоқты мен Серке бір мезгіл жем жесінші. Қоңы көтеріліп, ішіне май жинасын. Бәрекелді! Жарайсың, ата. Осындай атадан айналасын ғой. Көрдің бе, тоқты? Бізге жем әкеліпті. Аузымыз майланатын болды. Бидай болса жақсы ғой. Қора жаққа қойып келейін. Не қарайсың? Сен. Қане, тоқты? Бүгін күнімен не салдың? Пейзаж салдым. Тоқты, қандай жаз? Қазір жаз емес, көктем ғой? Жаз емес, пейзаж деймін. Яғни табиғатты бейнелеуді пейзаж деп айтады. Жарайды. Болды, тоқтат. Кеш болды. Жатып демалайық. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Тоқта, оян тездетіп. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Тоқта, тұр деймін. Бүгінгі таң керемет. Бүгінгі таңның өзге таңдардан ерекшелігі не деп ойлайсың, тоқта? Білмеймін, Серке. Достым ай, аңғалсың ғой. Бүгінгі күннің ерекшелігі сол. Таңғы асқа бидай жейміз. Қане, тоқта, дайындал. Бір, екі, үш. Серке, неге тоқтадың? Кеше ғана анда бір қап бидай түреді, қайда кетті? Білмеймін, Серке. Тез ойланайық. Тұрған қапшық қалайша жоқ болып кетеді. Жер жұтып кетуі мүмкін емес қой. Тоқта, тез мұнда кел. Мұнау тегін емес. Міне, мұнаны көрдің бе? Сүйретілген қаптың өзі. Демек, қапты біреу ұрлаған. Солай шығар. Бізді қойш. Атаның сонша еңбегі зая кететін болды ғой. Немересі де талқан жей алмайды. Тездетіп, орыны табу керек. Тоқта, сен кітап көп оқисың ғой. Орын ұстайтын кітапты не дейді? Детектив. Онда тездетіп детективке кірсейік. Ал анау орыны табатын адамның аты кім еді? Қателеспесем, шіріген қамыс? Шіріген қамысы несі? Шерлок Холмс десеңші? Мейлі, сол аяқ болсын. Тез іске кірсейік. Із бұлай қарай кетіпті. Тоқты, мынау ұры өте үлкен болды. Жоқ, меніңше кішкентай. Логикаға сүйенсеңші, тоқта. Мына үңгірдің үлкендігін көрдің бе? Демек, мұнда көлемі аюдай мақұлық бар. Үлкен болса қапты арқалап жүру керек. Оның шамасы келмеген соң сүйрек келген. Сонда да қайтайықшы, тоқта. Бір жолға шем-шемей-ақ қоямыз да, бір бидайға бола өмірімізді тігіп. Жоқ, ұры жазасын алмаса, әділетсіздік болады. Жүр үңгірге кірейік.
Өлген жеріміз осы тоқты. Қарашы қандай үлкен. Тез кетейік бұл жерден. Жоқ, үлкен емес. Анда қара. Ей, саршынақ, қосаяқ, жоқ, көршіқан, тағы нет? Сен бе біздің бидайды ұрлаған? Енді сол үшін жауап бересің. Ойбай, тоқты, мынау жынды ғой, қаштық. Ұр, тоқты, ұр, аяма. Бәрекелді, тоқты, сен жарадың, батырлығыңды тағы да дәлелдедің. Азаматтық көрсету қай кезде де парызымыз ғой. Тоқты, бүгінгісімізбен өзгеге пайда келдік деп айта аламыз ба? Әрине, Серке. Расында, мен мына өмірдің мәнін түсінгендеймін. Рахмет саған, тоқты.